Қазақ тілі 51-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы лепті сөйлемдер. Бірінші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Тыныс белгісіне назар аудар. Менің елім алып ел. Бар ғой онда бәрі дер. Өзен де бар, көл де бар. Теңіз де бар, шөл де бар. Дөңес те бар, тау да бар. Бақша да бар, бау да бар. Орман да бар, қырат бар. Шалғын да бар, бұлақ бар. Ауан құс пен аңы бар, алып елді танып ал. Өлеңнің авторы Бауыржан Жақып. Өлең не туралы? Өлең туған ел, туған жердің байлығы мен әсем табиғат туралы айтылған. Онда өзен, көл, теңіз, тау, орман, аң, құс сияқты табиғат сұлулығы суреттелген. Ал өлеңге ат қоятын болсақ, менің елім деп қоюға болады. Екінші жаттығу. Табиғатқа не жатады? Суретті толықтырып айтып көр. Табиғатқа күн, ағаш, табиғат құбылыстары, жаңбыр, жел, қар жауады және гүл, күн мен айды осы табиғатқа жатқызуға болады. Тапқан сөздеріңмен төмендегі үлгі бойынша сөйлем құрап жаз. Үлгі қандай әдемі гүл. Құраған сөйлемдеріңді таңданысты білдіретіндей дауыс ырғағымен оқы. Не байқадың? Сөйлем құрайық. Қандай жарқыраған күн, неткен жарық ай, қандай биік ағаш, қалай салқын соққан жел, қарашы, қалай себелеп жауған жаңбыр, неткен әппақ қар. Мысалы оқығанда не байқадым? Мен өзім барлық сөйлемдерде таңданыс пен тамсаныс бар. Сондықтан дауыс ырғағы көтеріңкі, соңында леп белгісі қойылады. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем деп атайды. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады. Үшінші жаттығу. Тиісті дауыс ырғағымен оқыңдар. Ата-ау, деді кітап оқып отырған іңкәр. Ау ботам, жақсылық деген не? Жамандықтан аулақ болу, деді атасы. Ал жамандық дегеніміз не, ата? Деді іңкәр. Жақсылықты ұмыту, деді атасы. Іңкәр ойланып қалды. Лепті сөйлемдерді тап. Бұл жерде лепті сөйлем ата-ау, ау ботам, жамандықтан аулақ болу. Өзің жақсылық дегенді қалай түсінесің? Жақсылық ол адамның ізгі ісі, мейірімділігі, оның көмегі. Ал жақсылық дегеніміз басқаларға пайда келтіру, жақсы сөз айту, көмектесу, қамқор болу. Мысалы, үлкенге құрмет көрсету ол жақсылық. Кішіні қорғау ол да жақсылық. Досыңа көмектесу ол да жақсылық болып табылады. Төртінші жаттығу. Сөйлемдердің соңына тиісті тыныс белгілерін қойып жаз. Өзеннің жағасы қандай керемет, леп белгі. Айбар шалғымен шөп шапты, нүкте. Саябақтың іші сондай тып-тыныш, леп белгісі. Сен нешінші сыныпта оқисың? Сұрақ белгісі қойылады. Бесінші жаттығу. Өзің 2-3 лепті сөйлем құрап жаз. Бірінші. Қарашы, бүгінгі күн қандай тамаша. Неткен әдемі гүлдер. Қандай керемет ойын болды. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар балалар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.